Жүрер жолың ашықта, жүрегіме кел кіріп, алаң көңілің қашықта, алма қайта сендіріп. Адам жүрегі қылдан да нәзік, мақтадан да жұмсақ, жұмыр еттен жаралған. Біз сол нәзік жүректің пернесін дәп басқан сәтімізде айналамыз түгел шұғыла шашып, арайланып кеткендей ақыл есімізден адаса шаттанамыз. Барша әлемге мейірім шуағымызды төге аймалауға әзір тұрамыз. Қандай қиқымет! Адам мен адам дәл осылай шет шекарасыз қауышса, мүлтіксіз сеніп шапағат сыйласа, бірақ адам өмірі қашанда қалтықсыз қауыша беретін сағаттардан ғана тұра ма? Сеніп келген серігің сергелдең жолға түсірсе, селдей төгілген мейірің құмға құйған судай қу медианға құласа, қайырылып қаншама рет қайырым еткен жалғызың жаныңды дертке тастар жауыңа айналса, айға ұмтылған асыл көңіліңе не қамсау, жарқылдаған жанашыр жүрегіңнен не қайыр? Біз дүниені немесе әлдебір жанды адам танымастай райынан қайтарып, өзгертіп жіберуге кейде мүлдем шарасызбыз. Сол үшін аласұрып аласапыранға түскен жүрегімізді немен жазарымызды білмей жанталасамыз. Жанымыз жарғалар бағытынан адасып, мүшкіл халге түскендей арып таласамыз. Бұның барлығы сірә қайдан келген жаза? Не үшін басқалардың адасқаны үшін бізде өз жолымыздан жаңылып, оған бола дүниеден күдер үзіп, күрсініске түсуіміз қажет? Ойланайықшы. Адам өміріндегі ең қымбатты нәрсе уақыт. Уақыттың қамшының сабындай қысқалығы сізге қажетсіз нәрселердің барлығын қайырып тастауды ескертіп тұрған жоқ па? Олар ең ақырында және де сол алдыңғы неше реткі бастан өткен сәтті қайталап тұрғандай, бірі торыға үмітсізденіп, енді бірі бәрібір бірге болудың мағынасыздығын сезінгендей өз жолдарына түсті. Жігіттің аты Алау. Жазықсыз жазаға ұшыраған қорғансыз қыздың есімі Баян еді. Олар орта мектеп құшағында ел тамсанған бақытты қосақтар, жоғары мектепте алыс жүрсе де араларына титтей сызат түсірмеген аяулы қашықтар еді. Қозыбаян деуші еді, олардың хикаясын білетін достары әзіл-шыны аралас. Бақытты дәурен бастан өтті. Екеуі де мектеп бітіріп, арман атын қамшылаумен туған ауылдарына қайтып кеп, бір-бір қызметтің тізгінін ұстады. Аралары жоғары мектеп құшағында жүрген кезден де алыстай түскен олар жолығудың сәтін күтіп, сағына сарылып табысып жүретін. Бір реткі жолығуда Баян Алаудың бір сәтте есейіп, қоғамның өзінен жоғары сатысында тұратын қалталылар образына ене бастағанын сезінгендей болды. Әрі Алаудың қызметтес ағалары мен әпекелерінің ортасында ақшаның астында қалған байлардың оны қызықтырып жүргенін өз аузынан естіді. Секемшіл қыз жүрегі өзіне әлдене қатердің таяп келе жатқанын сезінгендей еді. Қорғанысқа өтуге, Алаудан күдіктенуге, бұрынғы айнымас махаббаттар жол бермеген Баян үн-түнсіз қалған. Кейін кезігу сиреді. Махаббат суынғандай сезімге бөлінген Баянның жүрегінің әптер-тәптері шықты. Тіпті Алаудың сырттай бір әйелмен араласып жүргенін де естіді. Көп уақыт үнсіз төзе білген ол бекімге шұғыл келді. Соншама тұнық томаға тас түскесін. Енді қайта сол тасты алып тастауға мүлдем шаралары жоқ екенін білген. Енді ешқашан бұл махаббаттың қалпына келмесін, ешқандай сынаққа ұшырамаған сезімнің соншама дәрменсіз боларын жан тәнімен ұғынған. Және Алаудан ат кекілін кесісіп, оның талғамына құрмет етті де жолына салды. Іс солай оңай тынды дейсіз ғой? Жоқ, мүлдем керісінше еді. Күндер өксумен, түндер ойлармен өтіп жатты. Соншама ауыр қасіреттің құйына бір жолата батқан кішкентай қыз енді қайта бас көтере алмастай еді. Бір күн, екі күн, бір ай, екі ай, қанша дегенмен тірпенде тірлігін қылады екен. Ақырындап алаусыз өмірге де үйірлесе бастағандай болған. Бірақ махаббат деген алып күнді адамдар ойлап табарында сыртына ешқандай қорғаныс шеңберін қалдырмағаны қандай өкінішті. Таяп кетсең жалынына шарпып,
өртеп бара жатқан жарық пен жылудың қайнарының сыйлаған мейірінен қасіреті, қалдырар жарасының уыты мұншалық күшті болар ма? О, құдіретті махаббаттың асыл жанары, сен мені көрдің бе? Деп дыбыстайды ол. Мұндай қарғысыңа ұшырайтындай неден жазып едім? Сондай сарпалтанға түсіп жүрген Баянның алдынан, қызметтен түсіп үйге қайтып келе жатқан жолынан алау жолыға қалсын. Қолында құшақ гүлі бар, аяғына жығылып, еңіреп жатқан жігітті көрген қыз, дәрменсіз тірсегі бүгіле беріп, тастай қысқан жігіттің құшағында тұрғанын, ес ақылын жиғанда әзер сезеді. Бір-бірінсіз күні қаран екенін айтып, енді бір өмірі айырылыспауға серттесіп қосылады. Күн артынан күн, ай артынан ай жылжыған сайын, Баян үлкен бір сынаққа дүп келгендей сияқты. Бүкілдей өзгеріп кеткен алауды қалай қабылдайын десе де, бәрібір тығырыққа тіреле береді. Бұрынғы жайсаң жаны жаздай алаудың ішіне қара бүйе енген. Темекі, араққа салынып, құмар мен ақшаға есауа құныққан жас жігітті бағытынан қайтару мүлде мүмкін емес еді. Өмірге үміткер, арманы асқақ, алаудың жігері құм, жаны пәс біреуге айналып шыға келгені кімді де болсын ашынтар еді. Қызметінен де айдалып, жанындағы жанашыр жақындарының бәрінің үмітін үзіп болған жанды өмірлік қосағы ретінде елестетудің өзі үлкен қорқыныш болатын. Шыт жаңа іске кірісу, бәрін бастан бастау керек деп түйсінді ол. Өзінің жары болатын жігітті дұрыс бағытқа салу үшін соншама шыр-пыр болып жүріп, өзінің уақытынан, армандарынан кешігіп жатқанын да ойламайтын күйге түсті. Ендігі сәтте екеуі де тұманды түнде адасқан жолаушыдай жүрді де қойды. Мың бөлініп, мың жалғанған араның қай кезде шет шекарасы болатыны да белгісіз күйгенген. Енді алау баяғы құмарпаз, жалқау, ертеңін ойламайтын бойкүйез жанға айналған болатын. Баянның барлық сынағы сәтсіз, барлық құлшынысы еш кетері. Алда қалынша құлшынса да, осы күйден арыла алмасы бесенеден белгілі болды. Қоғамның қыр-сырын, адам ара-қатынастың күрделілігін, адам өмірінің мәнін енді ғана ұғынғандай болған тәлейсіз қыз, өзінің шегініп шығудан басқа жолы қалмағанын ұғынды. Айырылысу ойын айтқан сәтте, алау оны иянаттың астынан алып, бұл махаббат үшін қанша бодау бергенін айтып зарланып, тіпті қол жұмсап, құқай көрсетуге барарын ол ойламаған. Дәл сол күні ол өмірден күдер үзгендей, маңдайы тайқы тағдырын тұңғыш рет ауырсынғандай, өз-өзіне өшігіп түршікті. Неге екінші рет, үшінші рет, тіпті сан мәрте алауды кешіре бергеніне, кетіп қалғасын қайта айналып келсе, ол үшін жанын қоярға жер таппай, бұрынғы қателігін қайталай бергеніне өкінді. Енді тіпті өзінің өмір жолын дұрыс алып жүре аларына да күмәндеді. Бізге сыртқы дүние еркімізден тысқары шабуыл жасай алмайды. Өйткені иттің иесі болса, бөрінің тәңірісі бар. Тағдыр бізге таңдау жолын қашанда беріп отырады, бірақ сан мәртеден кейін емес. Ол кезде сіз өте көп нәрселерден кешігесіз. Баян кешіккен еді. Енді оның алдағы тағдыры қалай боларын сіздерге қалдырайық. Қиялдап көріңіздер. Ол енді мүлдем алаумен қайта қосылмайды. Қарсы жақтан ешқандай нәтижеге, ешқандай қамқорлыққа бөлене алмаған қандай да бір байланыстың ақырғы шешімі сол болмақ. Ол жанына түскен жараны қалай ұмытпақ, талқан болған тағдырын, жігерін құм еткен баянсыз махаббатын кімге шапқақ? Өз-өзіне қарсы тұра бастаған ішкі идеяларын, өзін жоққа шығаруға мәжбүр еткен дәрменсіздігін енді немен толықтамақ? Адамның тағдыр жолы да жүрек қылындай жіңішке, жарасында жау жататыны сияқты, тұяғымызды қағар томар да, аяғымыздан жалар алып күш те айналамызда болады. Франклиннің жазған хаттарында бір рет опасыздық еткен досқа қайтадан сенудің ақымақтық екенін ашатын жолдар бар еді. Бір сынаған жаманды екінші қайтып сынама деген сөзде осы мағынаны айғақтап тұрғандай. Біреулер сен ойлағандай үздік болмауы, сен үміт күткендей жақсылығы артпауы, сен қиялдағандай адалдық танытпауы әбден мүмкін. Жүрек көбінде жақын тартқан жандардан жараланатыны анық. Ал сол сәтте
бір рет қалған көңілді сүйреп салған тазыдай аңғалып шыға бергеніміз бізге үлкен опықтар арқалатуы ықтимал. Сені орға бастар жанмен көңіл қалмас, көйлек жыртылмас күйде байланыс сақтап жүре беруіңіз кім үшін керек? Жаныңды сезінбес, аялай білмес ардақтыларыңыздың сезінбесе елеусіз қалдырып, айланып келсе аяғына жығылғандай бірге өмір кешіп жүргеніңіз нағыз баянның өмірін қайталау емес пе? Әр адамның бойында өзіне асып жетер энергия болады. Тек сіз оны қажетсіз қатынастарға жұмсап, сырап етпеуді, бір сынаған жаманды мың қайтара сынап әлек болмауды үйренгейсіз.